Осы оқиғаны маған жіберген Нұрсұлтан Айтберген деген балаға өз рахметімді айтамын. Сізде осындай оқиғалар болса, менімен ВКонтактедегі группада бөлісе аласыз. Жүкті әйелді босандырған қасқырлар. Ғаламтор беттерінде бірнеше жыл бұрын американдық Мэри Краниктің басынан өткен таңғажайып оқиға қызу талқыға түсуде. Оқиға бұлай болған. Жүктіліктің 8-ші айында жүрген әйелдің басқа қаладан үйіне келе жатып, көлігі бұзылып қалады. Дәл сол сәтте бұрқасын дауыл соғып тұрғандықтан айналада не болып жатқаны да көрінбеді. Не істерін білмеген американдық ханым жолда бір көлік кездестіріп қалар деген ойымен көліктен шығып жаяу жүре бастайды. Боран одан сайын үдей түседі. Есі шыққан Мэри бары күшін салып 800 метр жол жүреді. Кенет толғағы басталып кетеді. Мэри қар түспеген жерді тауып отыра бергенде қатты ауырсыну мен қорқыныштан есінен танып қалады. Бірнеше минуттан кейін есімді жидым. Менің басым қасқырдың белінде жатыр. Бұл үйірдің басшысы секілді. Қалған қасқырлар мені желдің суығынан сақтау үшін дөңгелек жасап қоршап тұр екен. Олардың саны 9-ға жуық болды. Қорқуға да үлгермедім. Толғақ шанымды көзіме көрсетті. 20 минуттан кейін сәбиді дүниеге әкелдім. Бір қаншық қасқыр абайлап қана кіндікті кесті де, жанындағы құрбысы екеуі сәбиді жалай бастады. Басқа қасқырлар мені жылытпақ болып одан сайын жақындай түсті, деп еске алады Мэри. Әйел баланы қолына алмақ болғанымен әлі жетпейді. Кіндік кескен қасқыр баланы мұрнымен Мэридің кеудесіне тіреп тұрады. Баланың жылаған дауысынан тірі екені білінеді де, аздан соң Мэри сәбиін емізе бастайды. Үйірдің басшысы оның бетіндегі қар мен жасты жалаған екен. Бәрі де соңына дейін әйел мен баланы қоршап тұрады. Мэри Краниктің туыстары қараусыз қалған көлікті тапқаннан кейін іздеу жұмыстарын күшейте түседі. Іздеушілер алыстағы қасқыр тобын көргенде бір сұмдық болды деген оймен оқ атады. Қасқырлар қашып кетеді. Туыстары ағаш түбіндегі әйел мен баланы тірі екендіктерін көргенде таңғалады. Ал қасқырлар бала мен ананы біржола алып кеткенше алыстан бақылап тұрған көрінеді. Мэри Краниктің күні кеше ғана тілшілерге сұхбат беріп, кішкентай Билл екеуі бір үйір қасқырды іздеуге шығатындығын мәлімдеген. Саған бұл бейнеролик ұнаса, менің ВКонтактедегі группама тіркел, және лайк бас, және арнама жазыл. Көріскенше, қайырлы түн.